Мен Молдалесова Таңшолпан Балтабайқызы, 5 баланың анасы. 2018 жылы бастауыш мамандығы бойынша оқуға тапсырдым. Күндізгі бөлімде оқыдым. 2023 жылы жаңадегі оқуымды тәмамдап, дипломымды қолға алдым. Менің бастауыш мамандығын таңдаған себебім, біріншіден, бастауыш мектеп бұл балалардың тұлғасы мен қабілеттерін қалыптастыратын, алғашқы дағдыларын дамитын ерекше кезеңі. Осы жастағы балалар өте ашық және өмірге қызығушылығы жоғары және жаңаны білуге өте құмар болып келеді. Олармен жұмыс істеу мен үшін үлкен жауапкершілік әрі рахат сезім. Екіншіден, менің өзімнің балалық шағымды еске алсам, бастауыш мектепте алған білімім және алған әсерім өміріме көп нәрсеге әсер етті. Ұстаздарымның мені қолдауы, мені әрқашан жетілдіруге, мені осы жолы таңдау, бастауыш сыныпты таңдауыма бастауыш сыныптағы мұғалімдерім де әсер етті десем де болады. Бастауыш сыныптың балалары тек білімге ғана емес, оларды өмірді тәрбиелеуге, оларды достыққа, өзара құрметке, еңбекқорлыққа үйретуге, оларды әлеуетін ашуға көмектесу бұл менің басты мақсатым. Бұл салада жұмыс істей отырып, әр баланың жеке ерекшеліктерінің күшті тұстарын табуға және оларды дамытуға тырысамын. Бұл мен үшін өте марапат, өйткені баланың жетістігі, бұл менің де жетістігім. Бастауыш сыныптың таңдаудың артықшылықтары және бастауыш білім беру презентациясын туралы зерттеу, бұл әлеуметтік орта, тұлғалық даму, тұрақты негіз болып табылады. Бастауыш білім берудің негізгі маңызы, бастаушылық неге таңдағанымыз туралы өзін таныстыру дейді. Негізгі оқу дағдылары, оқу, жазу, санау секілді дағдыларды дамыту бастауыш білім берудің басты мақсаты болып табылады. Әлеуметтік дағдылар, тілдесу және топпен жұмыс істеу сияқты әлеуметтік дағдылар балалардың қоғамда өз орнын табуына көмектеседі. Ал эмоционалды, интеллектуал сезімдерді түсіну және басқару балалардың эмоцияларын, интеллектісін дамытуға ықпал етеді. Бастауыш сыныпты таңдаудың артықшылықтары: тұрақты негіз, тұлғааралық даму және әлеуметтік орта. Тұлғааралық негіз дегеніміз оқушылардың білімін, негізгі болашақта оқу жетістіктерін қамтамасыз етеді. Ал тұрақтылық, тұлғааралық оқушылардың шығармашылық және аналитикалық қабілеттерін дамыту, оларды жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді. Ал әлеуметтік орта дегеніміз бұл оқушылардың бір-бірімен қарым-қатынас жасау дағдыларын қалыптастыру, әлеуметтік байланыстарын нығайту арқылы балалармен жұмыс істейміз. Презентация уақытты үнемдеу, балдармен әдемі дизайны, жеңіл қолдану, бастауыш білім беру психологиясының синергиясы. Индивидуация дегеніміз оқушылардың қажеттіліктеріне сәйкес оқыту, әр баланың потенциалын ашуға мүмкіндік береді. Тиімділік оқу процесін жылдамдату және оңтайландыру арқылы білім алуды жеңілдетеді.
тиімділік. Оқушылар үшін тиімді құрал, бастаушының таңдау пайдасы мен мүмкіндіктері. Интерактивтілік. Өз идеяларын визуалды түрде көрсету арқылы оқушылар шығармашылық қабілеттерін дамытады. Топтық жұмыс, команда жұмыс істей отырып, оқушылар ынтымақтастыққа, дағдыларын және әлеуметтік байланыстарын нығайтады. Оқу процесін жақсарту. Көрнекі материалдар арқылы оқу процесін жеңілдетіп, ақпаратты жақсы қабылдауға мүмкіндік береді. Келешектегі бастауыш білім беру. Технологиялардың интеграциясы, және басқа технологияларын енгізу арқылы білім беру процесін тиімді ету. Жаңа әдістемелер, оқыту үдерісінің жаңартылған әдістері арқылы оқушылардың білім алуына қолдау көрсету. Жеке даму, оқушылардың әлеуметтену процестерін жақсарту үшін жеке дамуға назар аудару. Негізгі қорытындылар: білім берудің маңыздылығы тұрақты негізі қалыптастырады. Балалардың болашақтағы жетістіктері үшін маңызды. Технологияның рөлі оқу әдістерін жаңартуда білім беру процестерін тиімдірек етуді көмектеседі. Мен бұл салада жұмыс істей отырып, әр баланың жеке ерекшеліктерінің күшті тұстарын табуға, оларды дамытуға, оларды дамытуға тырысамын. Бұл мен үшін үлкен марапат, өйткені баланың жетістігі бұл менің жетістігім. Мен үшін бастауыш сынып ерекше және маңызды кезең. Бұл кезеңде бала өзінің алғашқы ғылым әлеміне қадам басады. Өмірдің мәнін түсінеді, білімге деген сүйіспеншілігі қалыптасады. Ал мен осы кезеңде олармен бірге болғым келеді. Себебі мен балалардың болашағын оларды дамуына әсер етуіне ниет етемін. Мен балаларды өте қатты жақсы көремін. Балалармен маған жұмыс істеген ұнайды. Мен оқытқан балалар дейін да, осы жалпы оқытқан балаларым білімді азамат болғанын қалаймын. Осы Қазақстанның дамуына кішкене болсын үлесін қосқанын қалаймын. Мықты технологияларды өздерінің қолмен жасағандарын қалаймын. Мен балаларды өте